Әлем достар, сіздер Тілеуімбердина Шынардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта пайдалы видеолар болғандықтан жіберіп алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бүгін біз 3 түсті матадан әдемі 3D құрағын құрайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар 3 түсті мата, қайшы, метр сызғыш және сызатын мел немесе сабынды алсақ болады. Міне менде 2 түсі әзірге дайын. Енді қызыл түсін әдемілеп сызып қиып аламыз. Ол үшін мына матаның шетін әдемілеп тегістеп сызып қиып тастаймыз. Осы 3 түсті матамызды жалпақтығы 7,5 см болатын ленталар дайындап аламыз. Мына сызылған сызықтың үстінен сызғышты қойып 7,5 см екі жағынан 2 нүкте қойып, сол нүктелерді қосып шығамыз. Мінекей тағы да өлшеймін. 7,5 см, 7,5 және 7,5 сантиметрді өлшеп, жиі өлшеңіз, өйткені мына маталар былай оңды-солды қозғалып, жасап жатқан ленталарымыз қисық болып кетпеу керек. Әдемілеп осы жолақтарымызды қиып аламыз. Мінекей, содан кейін осыларды әдемілеп бір-біріне біріктіріп шығамыз. Менің матам қолданып атқан плюш болғандықтан, сіздерде плюшпен тігетін болсаңыздар, мына ленталарды қосатын кезде қараңыздар. Мына түктері біреу астына, біреу үстіне қарап қалмасын. Ол кезде уже әдемі көрінбейді. Сондықтан түктерін келтіріп, басынан аяқ жағынан міндетті түрде бекітіп тігіп шығыңыздар. Мінекей. Міне біздің біріктіріп қосатын ленталарымызды бір тегіс қойып шығыңыздар. Міне плюштерді міндетті түрде біреуі қою, біреуісі ашық болып қалмасын. Бірыңғай болса, міне жақсы көрінеді. Ертеңгі күні мына қосылған жерлері де білінбей тұрады. Сондықтан әр лентаның қосылған жерін, бас жағын и аяқ жағын бекітіп тігіп шығыңыз. Жалпы маған құрақ түрлерінен жаңағы ою көрпешелер, осындай 3D көрпешелер қатты ұнайды. Сол видео жасап жатқан жұмыстарыма мастер-класс түсіріп, осы каналыма салатын боламын. Сол әдемі видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Өзіңіз қандай құрақ құрайсыз, солармен де комментарийда бөлісе кетіңіз. Енді мына тігіп болған ленталарымызды әдемілеп, үтіктеп шығамыз. Тігістердің ортасын ашып, екі жаққа келтіріп үтіктеңіз. Енді мына түс үйлесімдігіне қараймыз. Қайсы көбірек ұнайды, сондай вариантты қалдырып, осы 3 лентаны бір-біріне қосып тігіп шығамыз енді. Комментарийда өз пікірлеріңізді жазып, қандай 3D құрақтарының түрлерін үйренгілеріңіз келеді, ұсыныс тастасаңыздар, сол бағытта жұмыс жасайтын боламын. Мінекей 3 түрлі жаңағы дайындап қойған лентамызды бір-біріне қосып алдық. Енді жаңағы тігістерді қақ жарып, әдемілеп, үтіктеп шығамыз. Дәл осы дайындап жатқан лентадан 2 ромбик шығады. Бұның ұзындығы 1,40 және ені 21 см шықты. Енді өзіңіз ойлаңыз, сіздің жасайтын көрпеңіздің ұзындығы 2 метр, жалпақтығы 75 см болатын болса, осындай лентадан 15 метрді смело дайындап алсаңыз болады. Енді осы дайындап алған лентамыздан негізгі бөлшегімізді дайындаймыз. Ол үшін мынандай шестигранникті газеттен қиып аласыз да, сол шестигранниктің бір бөлігі үшбұрышты қойып сызатын боламыз. Оны шестигранникті қалай істеу керектігін астыда описанияда ссылкасын қалдырамын, содан қарап жасаңыз. Енді дәл осы үшбұрышты лекаламызды жасыл жағына, қызыл жағына, осылай міне видеода көрсетілгендей кезек-кезек қоя отырып, әдемілеп үшбұрыштарымызды сызып аламыз. Қойған кезде
мына үшбұрышты әбден үшкір қып кесудің қажеті жоқ. Кішкене бір мына жоғары жағындағы үшбұрыштарға бір 5 миллиметр 1 сантиметрге жетпейтіндей қалдырып отырғаныңыз дұрыс. Мінекей заготовкамызды осылай дайындап аламыз. Дәл осылай қиып дайындайтын болсаңыз, қалдық мата өте аз болады. Сондықтан жасаңыз, әдемі шығатынына күмәнім жоқ. Енді дәл осы үшбұрыштарды қиямыз. Әдемілеп қиып дайындап аламыз. Мінекей. Дәл осылай бәрін әдемілеп асықпай қиып шығамыз. Екі көрпешенің бетін дайындауға тура осындай лентадан 15 метрді қорықпай дайындап алсаңыздар, жаңағы мына маталарыңыздан ешқандай шығын болмайды. Міне қалдық матаның түрі осы, көрдіңіз бе? Қалғандарының бәрі керекке жарататын осы көрпеге дайындайтын қиықтар. Мінекей, енді қараңыздар. Мынандай осы қызыл жағын бір бөлек, көк жағын бір бөлек. Сонда қызыл түсті жағы бір көрпенің беті, көрпешенің жасыл түсті жағы екінші көрпешенің беті болып есептеледі. Мінекей, осылай қып дайындап аламыз. Екінші жасыл жағы, міне өздеріңіз көріп отырғандай, тура осылай тігесіздер. Мінекей, қалай әдемі, е? Міне осыларды бірін-біріне қазір біріктіріп тігіп шығамыз. Көрсеттім. Және тура осы қиықтардан әртүрлі фигура шығаруға болады. Өзіңіздің фантазияңызға қарай әртүрлі қойып, тура соны құрап шықсаңыз болады. Әдемі шығады. Осылай оңай және тез әртүрлі фигураларды құрастыруға болады. Міне осы бір жасап алған, дайындап алған бөлшектеріңізден әртүрлі құрақ жасап алуыңызға болады. Бұл қалдықсыз, шығынсыз деп айтам ба, шығынсыз құрақтың түрі. Жасаңыз, комментарийда бөлсіңіз, достарыңызбен бөлсіңіз. Енді мен өзім құраған көрпемді, өзіме ұнаған фигураны алып, қазір бір-біріне қосып бастаймыз. Міне тура осылай міне детальдарды қойып аламыз да, бір-біріне қосып, бірінші мына жақ сол жағын, сосын оң жағын, одан кейін тең ортасын әдемілеп қосатын боламыз. Әр тігісті бекітіп қосыңыз. Мінекей 3-3-тен 6 детальды бір-біріне қосып тігіп шықтық. Енді бір үтіктеп аламыз. Бұнда тігісті қақ жарып үтіктеудің қажеті жоқ. Бұл жерде қай жағында тігіс аз, соны сол жағына жіберіп үтіктеп шығамыз, бастырып. Міне енді осы дайын болған екі деталімізді бірін-біріне біріктіріп, тігістерін жаңағы бұрыштары бір-біріне сәйкес келетіндей қып, инемен әдемілеп түйреп аламыз. Сосын біріктіріп қосып шыққанда әдемі шығады. Артық бұрыштары болса қиып тастай отырыңыз. Міне
Қазір бір-біріне беттестіріп, іш жағынан инемен әдемілеп түйреп алып барып тігеміз. Мінекей бәрін беттестіріп түйреп аламыз. Асықпай, бұл енді өте бір маңызды, әдемі, осы көрпешенің бірден бір тегіс әдемі шығуына себепті главный тігіс. Сондықтан өте мұқият әдемілеп тігіңіз. Әр тігісті бекітуді ұмытпаңыз. Мінекей. Сонымен достар, 3D құрақ көрпешеміздің бір элементі де дайын болды. Ендігі астындағы инелерді алып, тағы бір әдемілеп үтіктеп аламыз. Достар, сіздерді алдағы уақытта менімен бірге 3D құрақтарын құрауға шақырамын. Пайдалы видеоларымды жіберіп алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басыңыз. Және пікірлеріңізді комментарийда қалдырып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыз. Енді бір осы дайын болған элементімді дайын тұрған көрпешемнің үстіне қойып көрсетейін. Тадаң! Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.